Түн айнала қараңғы, мүлгіген тыныштық, жолда көлік жүріп келеді. Сол сәтте жол бойынан елес шығады. Тұла бойың түршігеді емес пе? Бұл ешқандай киноның желісі емес. Кәдімгі өмірдің өзінен алынған көрініс. Мына бір оқиға үлкен жолдың бойында болған. Әлгі жолда ертеректе бір бойжеткен көп жігіттің қорлығына ұшыраған. Әбден елірген жігіттер әлгі қызды бір ауылда алып қашып, осында алып келіп, ойларына келгенін істеген көрінеді. Әйтсе де, ол оқиғаның қашан болғанын ешкім де білмейді. Жай жапсарында ешкім нақты айта алмайды. Желіккен жігіттер ойлағанын істегеннен кейін әлгі қызды сол жерде өлтіріп кеткен екен деген сыбыс бар. Оның рас өтірігін қайдам? Бірақ әлгі жолдың бойынан түн ішінде шашы жалбыраған қызды көрдік дегендердің қарасы қалың. Түнде жолмен келе жатқан жолаушылар оны көрген сәтте қатты қобалжитын көрінеді. Елестей біраз жерге дейін оларға ілесе жүреді. Білетіндер оны көргенде Құран сүрелерін оқиды. Білмейтіні одан құтылудың қамына кіріседі. Көлік қатты жылдамдықпен келе жатқанымен әлгі елесте одан қалып қоймайды. Ол кәдімгі адам болса, әлдеқашан көліктің соңында қалып қояр еді ғой. Жоқ, мүлдем олай емес. Тіпті қалатын түрі жоқ. Осыдан кейін жағаңызды ұстап қатты секем алмай көріңізші.